келес ауданның полицейскийлары күтіп алып мені, сіз тосыңыз дейді. Енді сіздер мені күштеп, кісен салып қалдырсаңыздар, мен қалайын, бірақ менің басқа да баратын жерім бар. Жетісайға бардым, сол жақта артымнан қуып келді. Бірақ жігіттерге рахмет, енді Жетісайдың полицейскийларына, олар енді күш салған жоқ, олар аға, сізді осы бір көзге түспей жүр едіңіз, кездеспей жүрсіз, сізге шай берейікші, кәуап берейікші. Сөйтіп алдап нет еді, ол жігіттерге рахмет. Жетісайдың полицейлері рахмет. Кәуап деген мынандай шайлар күздемді. Сөйтіп шай ішіп, кәуап жеп тостық. Енді о жағынан полицейлер шынын айту керек, артық кеткен жоқ. Жаңағы ана келген полицейскийлерді болсын. Бұл жерде жаңағы сайлау учаскесіндегілер, әкімшіліктегілер, билік қатты кетті. Шынымен де тонады. Халықтың дауысын тонады. Енді соның арқасында мені қазір істі болып жатырмыз. Бұл әкімшілік ісі? Иә, әкімшілік іс. Хулиганство дегенмен қозғап жатыр. Хулиганство. Иә. Хулиганство деген не ол әгі? Біреуді соқтың, ұрдың, балағаттадың. Жоқ, мысалы қазір енді сіз Алмасбек аға білесіз ғой, елде қазір бензиннің бағасы қымбаттап жатыр, дизельдің бағасы қымбаттап жатыр, иә? Бойыңызда бір қорқыныш қалыптасып қалған жоқ па, жаңағы Сарыағаштағы жағдайдан кейін? Неге мысалға осы уақытқа дейін сөйлеп келген, талай әкімге қарап тіке сөйлеген Алмасбек Садырбай неге осындай кезде үндемей қалады? Қараңыздар, мен үндемей қалған жоқпын. Сәл бір пауза ұстадым. Парламенттағы депутаттар, одан кейін жаңағы өкіметтегілер өзі орындарына отырып алсыншы. Орындарына отырып алғаннан кейін жаңағы сұрау саламыз. Олар әгі нетпей-ақ қойсын. Енді былай, аяғынан шалғандай болмайын. Жарайды, Ербол Қарашөкеев орында қалды, басқа да министрлер қалды. Енді солардан сұрау сұрап, қайтадан жұмыстанамыз. Енді бұл былай ғой, олар жау емес, ол жұмыс жасайтын. Олар білмейтін дүниені айтамыз. Енді білмесе үйретеміз, көрсетеміз, қайтеміз.